Сәлем достар. Біз міне танымдық турды екінші күн бастадық. Енді кеше расымен ауа райы өте қолайсыз болды. Енді қар жауды, жаңбыр жауды. Бүгін міне Құдай қалап сергектің бәрін қар басып, кейбір жерлер еріп өте тамаша болып тұр. Ередігемен Тоқтамысхан басына барамыз, Едіге тауға шығамыз, Алла қаласа. Бүгін бізде кешеде бүгін де серік болып жүрген осы міне Азамат деген жігіт. Өйткені бұл жігіт осы Ұлытау өңіріндегі тарихи орындарға, қасиетті жерлерге жүк турындастырады. Барың аты қалай? Осы жоқ, өзінің лақабаты жоқ қой, ласточка. А? Охотник қойшың. Сағдат деп промокод айтсаңыздар, бұл кісі жеңілдік жасауы мүмкін. Ал бізбен бірге болыңыздар. Здравствуйте. Там нашего не было. Жолмен кеп тірелгенде арғы шетін кәдімгі шабын. Құз ба? Құз да. Осы жолы біз Едіге тауға баратырмыз. Жаңағыда мына Азамат деген жігіт айтады, артынан бір шығу жолы бар екен. Көбідан біле бермейді, маған айтып өтеді ғой өзі. Біз қаланың жолымен жүре алатын мамандармен адамдар бар, соның бір Азамат. Сол қазір біз Едіге тауының артымен келеміз қазір. Едіге тау деп тұрмыз, анау көріп тұрмын, басы бұлт шалып тұрған. Сол тау. Едіге баратқан жолда огородный деген көшенің малдарын жүретін бір өрсет. Соны приятно с полезным совмещать етіп, малымды қарап кетіп еттім. Тауына жүрген малдарды көріп, ауылдың көршілермен мал іздеп жүр екен. Бұл да өзінше бір қызық сәт. Майка, Торка. Здравствуйте. Добрый день. Что там нашли? Две головы еще нет. Две головы еще нет? Нет. Я вчера пригнал, позавчера, 31 голову. Жалпы әулие Ұлытау тау сілемінен барлығы. Едіге тау. Мынандай таулармен жалғасып. Анау басын бұлт шалып тұрған тауды көріп тұрсыздар ма? Сол әулие таудың басы. Соның жағынан Ұлытау селосы тұр. Тауымыз тұр. Сосын жалпы Ұлытау жалпы кіші Магадан дейді. Ұлытаудың көп үйлерінен есігі ішкі ашылады да. Неге дейтін болсаңыздар, өйткені бір жақтың қары өте ерекше көп болады. Егер де есік сыртқа ашылатын болса, есік қар жауып тұрады ғой. Ашылмаған сондықтан ішкі ашылады. Енді анау жақтарға қарайтын болсаңыздар, қар жоқ. Таудың мына жақ бетінде қар көп, ар жақ бетінде көріп тұрғандар қар жоқ ешқандай. Мүлдем қар жаумағандай. Сондықтан да Ұлытаудың өзі табиғаты ерекше. Негізінде бұдан естуім бойынша алдынан да баратыз, бірақ одан бір басқа жолмен келатыр, қазір ескі жолдармен. Иә, айналма жолы бар, айналып келетін жақсы накатпен. Мынау біздің жүріп келатқан жолымыз бұл өте ерте салынған көмескі жол. Қазір енді жолдың жартысы көрінбей кеткен. Өзімізде кейбір жерде қалай жүру екенін түсінбей келатыр. Достар, міне біз таудың етегіне шығып келатырық. Расында мынандай жол талғамайтын көріп болмаса, қалған көліктер өте қиындау. Симонмен шығып көрдік ән, бізді көріп тұрсыздар ғой. Ал достар, біз Едіген басына шығып келатырмыз. Қамал мына қар, көріңіздер мынандай. Мұз болып қойған, кеше айтқандай жауын жауды, қар аралас. Тастардың өзі жылтырап отыр, мұз болып. Барынша шығып көруге тырысамыз. Экстремальный торға ауысып кетті енді. Қардың беті де мұз болып қатып жатыр. Достар, айтқанымыздай
Болжамыз тура келді, тайғақ екен тастар. Шығу қиынға түсіп отыр. Біз небәрі бір 3/1 бөлігін ғана бағындырған шығармыз. Бірақ тастар тайғақ екен. Одан кейін қазір сағат 2 кезі біз барып шығып түсіп келгенге шейін біраз уақыт өтетін сияқты. Күнде қазір ерте батады ғой. Сондай факторлар, жағдайларға байланысты біз бұйыртса болды тауға шықпаймыз деп шешім қабылдап жатырмық. Жаңа достар айтып өткендей мұздақтар қатып жатыр дедім ғой таудың басында. Көретін болсаңыздар осындай мұз болып жатыр. Маған қатып қалған. Мұз. Асты қар болғанмен қардың беті мұз болып жатыр. Ұпа қар емес ешқандай. Айтқанша болған аяғымыздан тайып атық. Достар, біз Едіге тауының бауырында бір ауыл бар. Тазылар бар екен. Қаппайсыңдар ме? Оралматсық бұл. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Ой, бізде мынандай қар жоқ. Мен жаңбыр жоқ деймін одан кейін. Еріп кетті ме? Еріп кетті. Сәбеттік. Ажат қарайтын болсаңыздар, ана сол Едігенің маңайындағы ауыл бар, қой ауыл бар. Сол өтіп барады. Сол жөнекей. Еріп кеткенбіз. Смотри, қалай бар? Негізі жаңа жылға дейін осында болады? Аласың. Аласың. Кім шертпеді саған келіп шаттығын, кім жұмады саған келіп айыпын. Байқаймысың, мына ғажап тамашаны. Ал құрметті достар, біз бағана бір Едігенің етегіне шыққан кезде ол күн шығыс жақ бетеді. Одан кейін жаңа бір ауылға дәм татқан кезде ол ауыл Едігенің оңтүстік жақ бетеді. Енді міне қараңыздар, батыс жақ беті Едігенің. Батыс жақ беті міне осында көрініс. Бақа тас деп айтылады ғой, бүйіріндегі бір бақаға ұқсайтын тас. Бақа тас деп аталынады. Кей қараған кезде жаңағындай баянауыл тауларына ұқсайды екен. Осы ұқсайды екен ағаш. Сол жан жерде артымызда тұрған тау, мына тау. Сол алыстан қараған кезде бақаға ұқсайды екен, бақаның тасына ұқсайды екен. Сол себептен осы ауылына аты Бақа тас. Достар, қалайсыздар? Едігенің солтүстік жақ бетінде тұрмыз. Әдетте негізді кісілер осы жақ бетіне шығады. Түсінің өзінде бір айырмашылық бар. Таудың өз түсі қарайып нап бір нетіп тұрады. Грозный болып, төбесінде бір расымен бүгін біз тек қана бұл таудың 4 жағынан да айналып шықтық негізінде. Турымыз, саяхатымыз өз мәресіне жетті. Бәрін аяқтап, кешіп жатқанға шейін сіздерге қызмет етіп, жақсы видео түсіректеп сіздерге пайдасы тиетін. Шамалы шашырап қайтып баратырмыз, күнде суып баратыр. Осы видеоға жасағысқа атсалысқаныңыз жігіттерге алғысымызды білдіреміз.